Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге оңай дайындалынатын қарапайым заттардан тұратын пирогтың рецептімен бөлісемін. Пирог жып-жұмсақ әрі дәмі де өзгеше, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде дайындаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Пирогқа қосатын құрамдарды төменгі описаниядан көре аласыздар. Сұйық майымызды қосып, бір араластырып шығамыз. Енді ұнымыздың үстіне қопсықышымызды қосып, ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Ұнымызды шет-шетінен қосып отырып, араластырамыз. Қамырымыз осындай сұйық болып шығады. Енді осыны ыдысымызға құйып шығамыз. Үйіңізде бар кез келген ыдысты қолдансаңыз болады. Менде бүгін темір ыдыс, сондықтан мен сары маймен майлап шығамын. Жан жағын барлығы майлау керек, сол кезде қамырыңыз жабыспайды. Енді ыдысымызға құйып шығамыз. Ыдысты майлаған кезде осындай жандарына дейін майладым, себебі көтеріледі, сол кезде жабысып қалмас үшін. Енді 180 градустан 30 минуттай пісіреміз. Пирогымыз піскенше пропиткамызды дайындаймыз. Сары майдың үстіне суымызды құйып, одан соң қантымызды салып, какао ұнтағымызды қосып, барлығын жай оттан араластырамыз. Барлығы еруі керек, қатты қайнатып тастамаңыз. Дайын болған пропитканы бөлек ыдысқа алып қойдым. Пирогымызды ыстық күйінде ыдыстан алып, осылай ағаш таяқшамен кесіп шығамыз. Сол кезде пропиткамыз жақсы ісінетін болады. Енді шоколадный пропиткамызды қасықпен ақырындап құйып шығамыз. Барлығы ортасына дейін сіңуі қажет, жан жағына дейін құйсаңыздар болады. Дайын болған пирогтың бетін кез келген затпен әсемдесеңіздер болады. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ кесіліп жатыр. Сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Дәмі кекске ұқсайды тура. Сондықтан міндетті түрде дәмін көріңіздер, ештеріңіз қуантыңыздар, қонақтарды таң қалдырыңыздар. Сіздермен болған меруерт. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін рахмет.